Смағұл ағайға егер ол кісі тірі болса үлкен рахмет айтар едім. Жалпы видеосын қарадым, бұл кісі көп зерттеген екен, өз студент кезінен бастап жазамын деп жоспарлаған, бірақ ол кезде әлі мен өзім оған өрем жетпеді деп, сосын сол зерттеп келген кезде айтқан мен үшін бір құнды ақпарат, таңғаларлық ақпарат болды да. Ол кісі айтады, бір Ресей үкіметінің бір зерттеулерінде ол ақпарат дейді, совершенно секретно деген есіктің ар жағында ашылмайды дейді, 10 миллион қазақ болған екен дейді, неге жағы ашаршылыққа дейін дейді. Сол кезде өзбектер 360 мың, қырғыздар 224 мың ба сондай болған. Миллионға жетпеген да, Әзербайжан басқа ұлттың бәрін айтады, миллионға жетпеген, именно қазақ көп болған. Сол қазақ қаншама қырылып қалды дейді, бірақ бізге Тұрар Рысқұловтар 5 миллион деп көрсетілген дейді, олардың зерттеуінде да, ғашыққа дейін. Енді қазақ қырылып қалып, қазір енді қайта халық қалпына келген кезде, аналар 30 есе көбейгенде, қазір олар 1 есе миллион болды дейді, өзбектер, қырғыздар. Біз сол 10 миллион 30 есе көбейгенде 300 миллионға баратын едік деп сөйтіп айтады да. Біз сонда қазір 20 миллионбыз ғой, былай қарағанда, сонда мен таң қалдым, 300 миллион халық болып отырады екенбіз ғой, біз сонда ашаршылық болмағанда, сондай қыру, босу болмағанда деп. Енді мына жерде мен түртіп алған заттарымды айтып өтейін. Құндылықтар ең бірінші бұрын енді көп мән бермейтін, мысалы менің ата-бабаларым көшпеген да, сол өзі Шалқардың құмын мекендеген, сол жерде өмір сүрген. Мен атам өзі ауыл совет болған. Сол неге көшіп кетті адамдар, біздер ең бірінші көшіп келді дегендерді студент болған кезде білдік. Біздің ауылда көшіп келген адам болған жоқ. Студент болған кезде осы біздің кураторымыз сондай көшіп келген апай болды. Содан білдім да, сол Қазақстанда сөйтіп көшіп келген адамдар бар екен, кезінде біреулер көшіп кеткенін бұрын мән бермейтін болып тұрмын. Сол кезде ойлайтын қашып кетті, олар андай байлығын қимай қашып кеткен шығар деген сөйтіп адамдардың әңгімесін еститін едім. Жан-жағындағы адамдар тек сондай түсінік болды дейді, мысалы. Сосын осы кітап бар, оның алдында да оқыған кітаптарына уже менде сондай, бұл тек ол байлар емес қашқан, барлық адам тіпті мүмкін емес аштық болған екен ғой деген уже сондай тарихи көрініс қалыптасты да. Сонысымен құнды деп ойлаймын осындай кітаптар. Тарихтың шындығын ашу үшін құнды деп ойлаймын. Екінші Маңғыстау мен Ақтөбе, мысалы, қазір екі облыс қой, бірақ сол кезде Табын, Адай рулары сол екі облыстың ортасы, ол кезде облыс емес, шекара болмағанын, барлығы осы өстіп көшіп жүргендігін білдім да. Ол да бір мен үшін жаңалық болды. Өткенде ағылшынға айттым, 4 ағылшында Ақтөбе жақтікі болдыңдар ғой деп. Енді табындар ғой. Көнерген сөздерді көп болды ішінде. Мен тыңдап келе жатамын да, тоқтатамын да, көнерген сөздерді зерттеп кетемін, ары қарай іздеймін. Көбісі интернетте болады, көбісі болмайды кейбіреулер. Мысалы, зағара нан деген ол жүгеріден пісірілетін нан екен. Сондай бір сөздер білдік. Ликбез, ликвидация безграмотности, ГПУ деген көп сөздердің мағынасы. Сосын, мысалы, кеше Троицкий дегенді Мария апайдан сұрадым. Мария апайдың тарихи білім күшті екен. Лениннің несін қарсы шыққан солшылдар, Зиновьев, Троицкий дегендер Совет үкіметінің несіне қарсы шыққан адамдар екен. Олардан бүткіл дүние алынып, сотталған. Сондай тарихи нелер құнды болды мен үшін. Келесі аштықтан осындай аштықтан адам, осы жерде мен Смағұл ағайға бір сұрақ қойғым келді. Аштықты әлі де кең ашып суреттеуге болатын сияқты. Мен Бесеудің хатын оқыдым да, ол жердегі аштықтың сипаты басқаша да, бұдан да ерекше, тіпті мүмкін емес оқып, төбе қиқаң шымырлайды ғой, не істеген кезде. Сондай қылып та суреттеуге болатын еді деген сияқты идея айттым келеді. Енді қиын ақпараттардың бірі мен үшін Мажанбайдың Балқияны салып келатады ғой. Сол кезде халықтың жас тоқалды неге алды, егер оның несін көтере алмаса еркелігін, мен соны түсінбедім. Халық сонда ол жас тоқал басқа адамдармен некесін бұзып ластау керек па деген сияқты. Мен түсінбедім. Сол мен үшін қиын болды. Сосын Калашниковтың не кезінде, айт кезінде келгенде әрбір үй барын шашып, еще шәріп келіп, бәрі ойбай үйлерінде күшті қылып көрсетіп, халықтың жағдайын білуге жатыр дегенде, ол сынап, рейд болып келатыр ғой, халықтан алатын бар ма, кулак бар ма бұяқта. Ол
қасқа халық, иә, комиссия келеді. Бар жаңағы сандығына жинаған қызына жинаған затын бәрін жаңағы жасандырып қойғаннан уже ода жаңағы Калашниковта мына халықтың бәрі кулак, кем дегенде 30-40 малы бар екен, жаңағы ұсақ жаты бар екен деген ой, иә, сондай бір түсінік қалыптасты. Ол бұл жерге әлі совет үкіметі келмеген, нөлден бастау керек деп ана қатты немен бастады. Мен сол кезде қиналдым, ойбай, ана барлығын тығып қойдым жоқ деп отыру керек еді. Айттың кезіне сәйкес келді ғой, бірақ. Так, сосын осы вот енді қызық ақпараттардың бірі жаңағы арақтың сол кезде жаңағы қазақ жеріне кірген чекушка деген сөзге мен таң қалдым. Ол беректе шыққан сөз шығар десем, жаңағыдай ана баяғы қытайларды жаңағы апиын соғысы дейді ғой, қытайларды сондай заттармен не істеген сияқты қазақтарды да орыстар ерте сөйтіп жаман затқа қарай үйрету арқылы жастарды өзіне қарай әдейі не істеді, айтқан жасады деген сол мен үшін